Ильяс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. Мына тұрған адамды көрдің бе? Оны есекше қышқыртуға ешкімнің құдіреті жетпейді, бас имейтін асқақтығы үшін оны шонжарлар иттің етінен жек көреді. Менің атым Ақан. Бурабайдан келген әншімін. Күй-күйіп көзге қораш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай бітер қанат. Ильяс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы сюжетті поэма. Поэма сюжетін құрайтын оқиғалар асты бейнелеген тарауларда ат жарысын, құлагердің мерт болуын, сонымен байланысты Ақанның қайғы шерге көмілуін суреттеген тарауларда баяндалған. Құлагер сұңқар дайын қанатты шапқан бойда шатығын жүйрік шапқа, серіктестеріне бой көрсетпестен ілгері шабатын асыл жануар. Ал оның серігі ажырамас жолдасы кішкентайынан баққан, құндыздайынан күткен ақын сері Ақан болады. Баймын деп мақтан алмайын. Бірақ қажет болса астымдағы атыма затымда сай екендігін дәлелдеп өнер көрсетуге бармын. Жұмып, о дүниеге авар болсам, асыма ат тұяғы жетер жердегі Құдай деп құлшылық еткен күллі мұсылман баласын шақырыңдар. Арқаға ат әйгілі бай батырашқа беріңдер. Асты басынан аяғына дейін сол басқарсан. Ятқа қалмайын десен көк тұйығыныңды қоспай-ақ қой. Ат қайтты әлденеше 10 шақырымнан, көп атты қайырмады жақын бұдан. Жөнелді түтіндетіп 1300 ат, шаң етті көкке шапшып сапырылған. Жер бетін қағып ұшқан құстай шегіп, адақтап барған сайын шықты жүйрік. Төртеудің 1300-ден мойны озып, құлақ еркеле жатты тістеп құйрық. Суық қол оқтан ұшқыр тастан қатты, ол өткір Аспаханның көп болады. Қызғанша қиқар кесел ұрыншақ өр, қас күнем қара көңіл жамандады. Сап етіп бірден кеп ұрыңды, бере бер балам бер шылбырыңды. Жанасып құлагерге қалғаныңда, сақ етіп айбалтасы құлан ұрды.